Кеш жарық, қалайсыздар? Түнгі шай менде 12-нің шайы деген шығарып алдым. Баяғыда 5-тің шайы деген болшы, шекем бұрқырып шай ішіп отырмын. Елдің инстаграм бәрі төңкеріп қарап шықтым. Лимон ұстаған ел, миллион ұстаған ел жүрді әйтеуір. Ой, бұл қайдан ғана батпан құйрық дейсіз ғой. Маған да сондай ұсыныстар түсті. Біздің арамызға қосыл, адам санын көбейеді, үйтеді, бүйтеді, сөйтеді, күйтеді. Мен де әшейін желпілдеп шыға келдім ғой. Одан лимон ұстап суретке түсесің деді. Лимон жоқ біздің үйімізде. Бірдеңе қылып суретке түстік. Енді миллион ұстап суретке түсесің дейді ғой. Ойбай қарағым, біздің үйімізде миллион жоқ, лимон да жоқ әрбірден кейін. Бір табақ ақша ұстап түсесің дейді. Бүйтіп па, әйтеуір ақша ұстауың келеді. Сонымен күйеуге звондадым, ойбай мен мына жерде бір әйелдермен қосылып бірдеңеге қатысайын деп жатырмын, маған ақша тауып бере қал. Бір табақ ақша керек деп. Қазір үйге барам, сенен болады ақша деді. Күтіп отырдым, күйеуім келді үйге. Осындай деп жағдайды айттым. Сонымен мөлдір айналайын қарағым. Әлеуметтегі әлеуетті мәселелерді көтеріп жүрген әйелсің. Елдің жағдайы қиын қыстау кезде тұрғанда, біреудің көзін қызықтырып, жайнатып, аранын ашып, қолыңа ақша тұстап, суретке түспей-ақ қой деді. Ол ұят болады. Ақшада кие бар, ақшаның тұратын жері бар. Оны себетке салып жүретіндей, қарық сататын күн болып жүрмесін. Оны табаққа салып жүретіндей, ас сататын күн болып жүрмесін. Сондықтан сен сол әйелдерге қосылмай-ақ қой деді. Сонымен қоя қойдық, енді қосылмадық. Енді олардың адам саны көбейеді. Мен көбеймейді десем, санынан сапасы сенің оқырмандарың көл-көсіп комментарий жазып жатады. Видеоларың ән жаққа, сан жаққа тарап жатады. Сондықтан сен сапалы дүние жасада отыра қой. Қой енді осы жерге қайта қой деді. Сонымен отырмыз осы. Тәубе қылдық Құдай, тәубе деп. Бірақ анау ақшаны қор қылып біресе табаққа, біресе себетке салған қыздарға мен де жеке адами көзқараспен қарсымын деп жаздым. Маған ондай ұсыныс 4 жерден түсті. 4-өне де жаздым. Мен ақша ұстап суретке түспеймін деп. Енді мен бір очко жинап отқан жоқпын, құрсын. Қазір жабылып маған шыға келеді, сен де бүйтетінің, сен де сөйтетінің деп. Мен де ойындар ойнатам, бірақ жаңа ақшаны қорғып бүйтіп ұстайтындай, ондай ұят екен енді. Мен оған барамадым, шыны керек. Әркім өзі біледі да енді, әркім өзінің санасының жеткен жерін біледі енді. Қазір оны тек қана блогер қыздар емес, әнші де, басқа да бәрі жасап жатыр ғой. Әйтеуір ел деген реті келіп, бірақы мынайқа жүгіреді, біресе мынайқа жүгіреді, біресе мынайқа жүгіреді. Бұл заманда карантинде адамдарды үйінде ұстап отырғанын көр, жұлдыздарды ұстап отырған бір түрлі қиын болып жатыр ма деймін. Қазір әйтеуір қоғамда парақшасында бәленбай адам бар, адамның барлығы азаңнан тұрғаннан бүгін не салсам екен, не қылсам екен, елді қалай өзіме қаратсам екен, қайткенде жұлдыз болып шығам деген дүниелермен алысып жатқан рас. Оның ішінде мені де қосып қоюға болатын шығар. Ақырып айқайлап кухняда отырсың, сөйлейсің, үйтесің, бүйтесің, анаған тиісесің, мынаған тиісесің дегендей. Жарайды, мақұл, қосылдық. Бірақ мынау бір-біріне тапсырма беріп, байының басына жұмыртқа жарып жатқандарды көріп таңданам. Баяғыда алтын басты әйелден бақыр басты еркек артық. Күйеуінің басын төрге сүйреген деп айтушы еді. Еркек бас әйел мойын деуші еді. Бұл еркектің басын сонша қорғып жұмыртқамен жаратын күнге жеткеніміз бір өкінішті жағдай енді. Өте ұят сон жасағандарға. Одан балаларын тұншықтырып атқандар бар былай. Ой, сен бүйтесің, сен сөйтесің, сен. Оны да құптамадым. Көрінгеннен ілік іздеп өтқан жоқпын, рас сол. Жастықты жан басқа байлағандарды көрдік. Жастық біз үшін киелі. Әкең жататын жастықты баспа, жоғары көтер, әкеңнің төсегіне отырма дейді. Кім біледі, сіздің сол жастықта ел басқаратын балаңыздың басы жатқан шығар. Жоғын қимасаңызшы. Адамның басы да енді ол, ең біздің тұла бойымыздың бірінші көзге көрінетін қол емес, бетіміз бен басымыз ғой. Ау, ашша деймін мына балаға. Сондықтан оны да құптай қоймайым. Мен сіздің арқаңызда ел дұрыс айттың деп айтса екен деп айтып жатқан жоқпын. Шын мәнінде жиіркенішті дүниелер көбейді.
енесін сүйретіп билегендер де көбейіп кетті. Иә, енеңізбен жақсы қатынаста болыңыз. Жақсы қатынаста болу деген енең байғұсты алып шығып селкілдетіп билету емес. Мен бір ақ рет енем салғам, өте қатты уайымдадым. Шіркін-ай, сол адам баласын ренжітпейтін адамды бір сөз айтып, бір комментарий жазып, жүрегін жаралап қояр ма екен деп жаным шығып отырды. Әлі күнге дейін қарап сояқтың комментарийін оқып қоямын. Қандай жүрек жұтқан келіңдерсіздер, енелеріңізді алып шығып құрбандыққа шалатын. Отырғызып енеңізге одан да ертек айтқызыңыз, біз қолдайық. Міне әже деген осындай болады деп. Сіздің парақшаңыздың дөңгелеуі үшін елдің бәрін құрбандыққа шала беруге болмай. Иә, менің балаларым да түседі, ол балам. Ал енемен жақсы қатынаста болу деген енемен билеу емес. Ененің де құрметі, келіндігі бар, сыйластық бар, әдем жарасым бар. Ол деген сіздің үйіңіздегі жақсы бір қасиеттерді көрсетіп тұрған жоқ. Соны ұқсақ қой. Амансыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Не істеп жатсыздар? Не жаңалықтарыңыз бар? Мен айтам, анау жер тамда тұратын қатындар жаппатамда тұрса да қуана берсін. Не болса да есіктің алдына шығып таза ауа жұтқанға ештеңке жетпейді, құрысын. Жаңа кішкене таза ауа жұтайық деп есіктің алдына шығып, екі егірейге микса келіп, үйімізге безіп жоғалды. Штраф салама құрсын, тып-тыныш отырайық деп. Мына ойнайтын ойыншықтарға жаз енді атсаяқ түгел деп жатыр ғой. Мейлі енді құрсын. Мына бәледен аман есен құтылсақ, далаға шықсақ, осы бар ғой, осы кухнядан былай қарай атқып кетейін деп отыр. Бұл кезде мен сөйлейін ба, сөйлемейін ба, білмеймін. Ауыл есіме түсіп отыр. Ауыл қандай еді шіркін ол ғой. Біз қандай едік. Ол заманда есіктің алдына суды шашып тұрып сыпырып, көшенің арғы басына шақ жіберетін едік қой. Сонда да шешелеріміз көршінің қызына қызығып отырушы еді ғой. Көршінің қызы баяғыда тұрған, көршінің қызы сиыр айдаған, көршінің қызы бүйткен, көршінің қызы әлдеқайда есік алдын сыпырған деп. Көрші үй бізге қызығып отыратын еді. Музыканы бақыртып қоятынбыз. Ой, яман деп. Шешеміз, деп шыңғырып ататын еді. Тіршілік қылған қызға қуанасың ғой. Музыка қойса да бар. Мыналар музыканы ойын жинаңдар, баяғыда сөйтетінбіз. Мені, жаңа ішіп отқан шайымыздан ұялып жүреді құрсын. Ауылда тұрғанға ештеңке жетпейді. Ауыл таза ауа. Шешеміз түсті ұйықтағанда шомылуға сұранатын едік қой. Ой, көңіл күйі жақсы ма? Кішкентай жүрсің, бар сен сұрап кеш, сен сұрап кеш. Сонда жіберіп, лай-лай суға барып шомылып, үсті басын тіресіп, келгенде қуанасың я. Рахат еді ғой шіркін-ай. Ауылда тұрған адамдардың арманы жоқ, мына бір бәле кезінде бар ғой, төртті қабыл қабырғаға қамалғанда енді айтқанымыз.